адамның өмірінде кезінде былай жасауым керек еді. Ол жол таңдасам бәрі жақсы болар еді деп өздігін өртеген бір әттеген айы бар. Өткенге өкіну табиғи сезім. Бірақ ол ұзаққа созылса, адамды алға жылжытпайды, керісінше тежейді. Мэтт Хейгтің «Түн ортасындағы кітапхана» романы да өткенге өкінбеуге, қазіргі өмірді қабылдауға үйретеді. Кейде қателік өмірдегі ең дұрыс таңдауың болады. Сен адастым деп тұрған сәтте өмір сені шын бағытына бұрып жатқанын байқамайсың. Қателік әлсіздік емес, ол алға жылжуының белгісі. Дәл солай менің де өмірімді өзгерткен, өткен өкініштеріме өкінбеуді үйреткен Мэтт Хейгтің «Түн ортасындағы кітапхана» романы болды. Сен де осы романды оқып, қазіргі сәтпен өмір сүр. Зейнеп Ахметованың «Шуақты күндер» повесі менің дүниетанымымды, өмірімді үлкен өзгеріске енгізген кітап. Бұл кітаптан атақты біздің қаһарман батырымыз Бауыржан Момышұлының өмірі және отбасылық құндылықтарын білуге болады. Осы кітапты оқи отырып, мен өзімнің өмірімде ата-анаға, үлкенге, кішіге құрмет көрсетуді, сабырлықты үйрендім. Ақберен Елгезектің «Болмаған балалық шақ» шығармасы менің дүниетанымыма ерекше әсер еткен туындылардың бірі. Бұл кітапты оқи отырып, өмірдегі қиындықтарға төтеп беруге, сол қиындыққа қарсы жүре білу керектігін түсіндім. Шығарма маған ата-ана, отбасы, балалық шақтың маңызын тереңірек түсінуге, сезінуге, адам тағдырына сырттай баға бермей, әркімнің ішкі күресін, ішкі жан дүниесін ұғынуға ықпал етті. Баршаңызға осы шығарманы оқуға ұсынамын. Маған ерекше әсер қалдырған кітап бұл Шерхан Мұртазаның «Қызыл жебе» романы. Бұл шығарма арқылы мен Тұрар Рысқұловтың өмір жолын тереңірек танып, оның ел үшін жасаған еңбегі мен қайсарлығымен таныстым. Бұл романда әділдік пен еркіндік үшін күрескен Тұрар бейнесі өте шынайы суреттелген. Жалпы Шерхан Мұртаза менің сүйікті авторым, оның басқа да шығармаларын оқуға кеңес беремін. Менің өміріме ерекше әсер еткен Жайна Жакулинаның «Шексіз махаббат» атты кітабы. Бұл кітапта өзіме әсер еткені отансүйгіштікті, шексіз махаббаттың пәктігін, адалдықтың және адам баласы бір-біріне кешірімді бола білуді, кешірген кезде жүректің тазалығын. Бұл жерде Қытай еліне барып 1,4 миллион халықтың ортасынан осы Жайна Жакулина мен Асқар Жакулин екеуі Шинхуа университетіне түсіп, сол жерді университеттің жоғары өте үздік, жақсы мамандықты бітіріп шығу өмір тарихы баяндалған. Бұл шығарманы көпшілік оқырманға оқуға ұсынамын. Біз бұл эстафетаны Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық зерттеу университетіне жолдаймыз.